Балалар, біздің тиімді тәсілмен қосу және азайту есепті әртүрлі тәсілмен шығару тақырыбы бойынша номері бірді шығарып көрейік. Номер бірді қалай шығару керек? Тиімді тәсіл дегеніміз не? Мысалы, бізде 9 қосу 6 қосу 1 деген өрнек берілген. Осы өрнекті бізге тиімді тәсілмен шығар дейді. Оны қалай шығарамыз? Қараймыз. Мінеке. 9 қосу 6 қосу 1 деген өрнегі берілген. Енді бұның тиімді тәсілі былай. Тиімді тәсіл дегеніміз өзімізге қосқан кезде ыңғайлы, тез қосылатын өрнекті тиімді тәсіл дейміз. Өзімізге тиімді қылып аламыз қосуды. Енді біз бірінші тиімді болу үшін қай санға қай санды қосқан тиімді, соны іздейміз. Мысалы, 9-ға 6-ны қосып жатқаннан көрі бізге 9-ға мына 1-ді қосқан тиімдірек. Себебі 9-ға 1-ді қоссаң, біз 10 екенін оңай білеміз. Міне, сондықтан 9 қосу 1 жақшаға аламыз. Қосу деймізде, енді оған мына 6-ны қосамыз. 6. Мінеке. Тиімді деп ойлаймын, қараймыз енді. 9-ға 1-ді қосамыз. Неше? 10. Енді 10-ға келемізде сыртындағы 6-ны қосамыз. Сонда 16 шығады. Дәл осылай екіншісінде қарайық. 5 пен 9-ды қосындысына 5-ті қос дейді. Мінеке. 5 қосу 9 қосу 5. Ал енді бұның тиімді жолын іздейік. Бізге қай санмен қай санды қосқан тиімді? Бізге бұл жерге 5-ке 9 қосқаннан көрі 5 пен 5-ті қосқан тиімді. Себебі тез қосылады екеуі. 5-ке 5-ті қосамыз. 5-ке 5-ті қосамыз. Сыртына мына қалған 9-ды қосамыз. 5-ке 5-ті қосқан кезде 10, міне оп-оңай 10 шығады. 10-ға енді сыртындағы 9-ды қосамыз. Сонда шығады 19. Екінші баған қарайық. Бір есеп достан мысал келтіріп кетейін. 45-ке 7-ні қосам және 3-ті қосам дейді. Ал көрейік. 45 қосу 7 және қосу 3. Тиімді тәсілін іздейміз. Бізге бұл жерге 45-ке 7-ді қосқаннан көрі нешеге неше қосып алғаным жақсы? Бірінші мына 7-ге 3-ті қосып алғаным жақсы. Мінеке. 7-ге 3-ті қосып алғаным тиімді. Себебі 10 шығады. 10-дыққа толтырып атық, байқайсыздар? Мұнан да 10-дыққа толтырдық, мұнан да 10-дыққа толтырдық. Міне 10 шықты. Оған қосамын. Мына қалған 45-ті. Міне оңай. Енді бұны қалай қосуға? 10-ға 1 10-дық қо. Мынаның 4 10-дығын қосайық бірінші. 10-ға 40-ті қосамыз. 4 10-дық алдында тұрған 10-дық болады. 10-ға 40 қосқанда 50. 50-ге келемізде мына бірлікті қосамыз. 50-ге бірлік 5-ті қосқанда 55 шығады екен. Енді мына үшінші бағаннан тағы бір есепке мысал келтіріп кетейік. Мысалы, мына 16 қосу 10 қосу 4 деген. Жазайық. 16 қосу 10 қосу 4. Ал енді осының тиім тәсілін іздейміз. Бізге қай санды қосқан тиімді? Ол үшін біз 10-дыққа толатын сандарды іздейміз. Немесе дөңгелек санға толатын сандарды іздейміз. 16-ға 10-ды қосқаннан көрі, немесе 10-ға 4-ті қосқаннан көрі, бұл жерде қосқан кезде бұлар дөңгелек сан шықпайды бұлардан. Енді біз 16-ға мына 4-ті қосамыз. Қарайық. 16-ға қосамын 4. 16-ға 4 қосқан кезде неше шығады? 20. Міне дөңгелек сан. Дөңгелек сан дегеніміз мына соңғы жағы 0 болады. Дөңгелек сан шықты. Оған қосамыз. Енді қалған неше? 10-ды. Мінеке, 20-ға 10-ды қосқан өте оңай 30 шығады. Бұл міне осылай шығады. Енді арғарай астына көрейік. Достарымен бірге тиімді тәсілмен есепте деп тұр. Енді біз осын тиімді тәсілмен есептеп көрейік. 71 қосу 16 қосу 19. Бізге берілген 71 қосу 16 қосу 9. Мына жерде жақша бар. Енді біз бұны тиімді тәсілмен шығарамыз. Бізге 71-ге 16-ны қосқаннан көрі нешеге нешені қосқан тиімдірек ойланамыз.
бір-біріне қосқан кезде дөңгелек сан шықса өте оңай болады. Ол үшін мына 71-ге 9-ды қосқан ыңғайлы. Себебі 71-ге 9 қосқан кезде, мына 1-ге 9 қосамын 10, 70-ке шыққан мына 10-ды қосам 80-ді дөңгелек сан шығады. Мінекей 71-ге 9-ды қосамын. Мінекей бұл жерде 80 шығады. Мінекей бірлікке бірлік қосуға, себебі жерде бірлік. 1-ге 9 қосқанда неше болады? 10 болады. Енді мынау 7 дегеніміз 10-дық. Алдында тұрғандықтан бұл 10-дық болады. Бұл 10-дығымыз 70. 70-ке мынадан шыққан 10-ды қосамыз, сонда 80 пайда болады. Әрі қарай оған қосамыз, енді неше қалды бізге? 16 қалды жерде. Сол 16-ны міне сыртына жазамыз. Өте оңай. 80-ге 16. Оны қалай қосамыз? Бірінші 10-дыққа 10-дықты қосылайық бұл жерде. 8-ге 1. 8 дегеніміз 80, 1 дегеніміз 10. Себебі 10-дықтар бір алдында тұр. 80-ге 10 қосқанда 90. Бұнаның бірлігі жоқ. Енді бұнаның бірлігі бар. 90-ға енді 6-ны қосамыз. 90-ға 6-ны қосқан кезде 96 шығады. Мінекей. Тағы бір мысал кетіп кетейік мына жерден. Мінекей. 32 қосу 8 қосу 19 дегенді. 32 қосу жақша 8 қосу 19 деген өрнек берілген. Біз осыны тиімді жолмен есептеп көрейік. Қараймыз, біз дөңгелек сан шығатын сандарды іздейміз. Қай санға қай санды қосқанда дөңгелек сан шығады. Мысалы, 32-ге 19 қосқанда дөңгелек сан шықпайды. 8-ге 19 қосқанда шықпайды. Бізге тиімдісі мына 32-ге қосамын 8-ді. Мінекей. 32-ге 8-ді қосамын да, оған қалған 19-ды қосамын. Енді қарайық. 32-ге 8-ді қалай қосамын? Мына жерде енді мынау бір таңбалы, мынау екі таңбалы. Сондықтан былай жасаймыз. Бірінші бірлікке бірлікті қосайық. 2-ге 8-ді қосайық. Бұл неше болады? 10. Ойға сақтаймыз 10 шыққанын. Енді мына жерде 10-дық 30. 3 дегеніміз 30. Мынада 10-дық жоқ. Сондықтан мына 30. 30-ға жаңа мына екеуінен шыққан 10-ды қосамыз, сонда шығады 40. Жақшаның іші 40 шықты. Енді 40-қа сыртындағы 19-ды қосамыз. Бұны қалай қосамыз? Бірлігі де бірлік қосайық. 0-ге 9. Мінекей. 0-ге 9 қосқанда 9-дың өзі шығады. 9. Содан кейін 10-дыққа 10-дықты қосайық. Немесе бірінші 10-дыққа 10-дықты қосып алуға болады. Содан кейін бірлікті де қосуға болады. Бұның ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал қарайық, 10-дықты қосып қарайық. 40-қа 10 қосамыз 50, 50-ге мына 9-ды қосамыз, сонда шығады 59. Міне осылай шығаруға болады.